Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жанындағы Рухани жаңғыру институтының ұйымдастыруымен президент жолдауындағы негізгі міндеттерді жүзеге асыруға арналған шара өткізілді. Басқосу жаңғыру жолы жастар қозғалысы мен студент еріктілер қозғалысының арасында тұрған міндеттер деп аталды. Онда Қазақстан Халқы Ассамблеясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы жанындағы жастар қанатының мәдени бірлестіктердің өкілдері университет студенттерімен кездесіп, өз сөздерінде жолдау жүктеген міндеттер, оның маңыздылығы және жүзеге асыру туралы ойларын ортаға салды. Баяндамаларымен жарыс сөзге шыққандар: президент жолдауы Қазақстанның демократиялық дамуының жаңа кезеңі, президент жолдауы ел өркендеуінің кепілі, Батыс Қазақстан облысындағы жастар және еріктілер қозғалысы, жас еріктілер қозғалысы және президент жолдауына туындайтын міндеттер тақырыптарында сөз қозғады. Биылғы жолдаудың басты ерекшеліктеріне тоқталғандар ондағы негізгі 5 мәселеге қайта оралып, оны жүзеге асыру, сол арқылы алға қойған міндеттерді орындау, оны толық іске асыру жолында жолдаудың әр студенттің өмірінде бастау болу керек деп тарқасты.